айым нешігі қызым, мен бестемін. Сын айдосылы, мен бестемін. Мен Ақсұлан Медина. Жасым бесте. Ал балалар гүлдерді қоқсытайық, суғарайық, қарайық. Кәнекей шөптерін алайық, артық шөптерін. Иә, айым, бұл гүлдің жапырағы сарғайып кетіпті. Бұны емдеп, баптап, тыңайтқышқа байытып, қайта орнына қалпына келтіруіміз керек, иә? Олай болса, бұл гүлдің аты ана бақыты деп аталады. Ана бақыты гүлін тыңайтқышқа байытып, қайта ретке қалыптастырайық, жарай ма? Жарай. Жақсы. Біз қандай тыңайтқышты қолданамыз? Балалар, тыңайтқышты қандай түрін қолданатынымызды біз мынау ғаламтордан іздеп табайық, жарай ма? Иә. Ал барлығымыз ғаламторға іздеп табып көрейік. Балалар, жуылған қойдың құрамында калий, магний, фосфор бар екен. Өсімдіктер үшін қойдың жүні өте маңызды және де тыңайтқыштарға бай екен. Қойдың жүні органикалық тыңайтқыштарға өте бай келеді екен. Ұзақ уақыт органикалық құрамын сақтайды екен. Қойдың жүнін қайдан аламыз? Балалар, қойдың жүнін қой қырқынға баруға қалай қарайсыңдар? Бұрын сонда қой қырқуға барып беріңдер. Барамыз ба қойдың жүнін қалуға? Қырқуға барайық, иә? Олай болса барлығымыз қойдың жүнін қырқуға барайық. Қырқымнан келген балалар қойдың жүнін қырқып дайындап алайық. Бұларды жудық, тазаладық. Енді гүлдің тыңайтқыштарына пайдалану үшін жүндерімізді қырқып алайық. Кәнекей, барлығымыз қайшыны ұстап қырқуға дайындалайық. Балалар, мына ана гүлдің топырағы құнарсыз болғандықтан, бұл ана гүлдің топырағын ауыстырайық, жарай ма? Мінекей, көрдіңдер ма? Дұрыс қаралмағандықтан топырағының барлығы. Ал балалар, мына гүлдің жапырақтарын барлығы сарғайып кеткен соң, біз тыңайтқышқа байыту үшін қайтадан гүлімізді егеміз өзінің. Ал қанекей барлығымыз кезек-кезекпен топырағын салайық. Медина, сен бастай қой, астыңғы жағына топырағын саламыз. Сала қой. Енді Аслан, сен сал. Осылай кезекпен салайық. Тұрып салсаң да болады. Жарайсың. Сала. Айым сала қой. Сала қой. Аха, жарайсыңдар. Астыңғы жағына осылай топырағын саламыз. Енді балалар, біз қой қырқымнан алып келген қойдың жүнін не істейміз? Салады екенбіз. Кәнекей, саламыз. Салыңдар. Саламыз. Жан-жағына саламыз. Ана бақыты гүліне қойдың жүнін органикалық тыңайтқыш ретінде пайдаландық. Енді біздің гүліміз сарғаймайды, солмайды, әдемі болып өседі, иә балалар? Бүгінгі жасаған тәжірибеміз сендерге ұнады ма? Иә. Енді органикалық
тыңайтқыш ретінде біз нені пайдалана аламыз? Қойды Қойды. жүнін пайдалана аламыз, иә балалар? Иә. Жарайсыңдар. Олай болса қазір гүлге су құйып, бақта орнына қойып қояйық.